19-шы. 25-ші. Ассамблея Кентау қаласында көріңіз. Assalamualaikum. Vaktiniz var mı? Assalamualaikum. Keyin oturun bir ekmek mi kalın? Ya sıkar işte. Telefonla söylüyorsa kaç yakın. Traktörüyüz. Жас. Сразу айтып қойшы, видеоға снимать етіп отырмын, мен өзі шаршадым да, бәрі жақта жүріп. Жаңа прокуратураға бардым. Міне бір апта болды, ответ шыққанына, куин номерінің несін, копиясын берем деген. Прокурорда диар дейтін бар. Міне база істемей жатыр дейді. Қандай оны база істемейтін? Міне, сағат 11:30-да Қаратаев Фахриддин деген бұл жердегі Министерство социальной защиты населениеда еңбек инспекциясының Түркістан облысын, оның кейін Шымкент қаласын көзететін куратор. Фахриддин Қаратаев деген. Сонымен сөйлесейік та? Сол кісімен мен сөйлестім. Оның кейін ол кісі айтты, ертең мен саған, мен қазір сапардамын деді. Ертең сіз мен өзінің аты жөнін, лауазымын толық жазып берейін. Оның кейін сол кісіге беріңіз. Ол кісі менің атыма өтінішін жазсын деді. Мен оны еңбек инспекциясына жіберіп, мен өзім қадағалайын деді. Мейлі, рахмет. Ол кісінің ойыны кейін мен айттым, бұл бірінші жыл емес. 15 жыл болды. Жоқ, срок давности бүгіндегі бар ма? Мен ол жоқ деді. Соған байланысты тиісті несінің өтінішін жазсын. Біз ағылайды. Мен айттым, бұл кісі қалада, облыста, президент жоғарыға дейін өтініштердің бәрі жазылған. Сол қанағаттарға өтініштердің бүгінгі жауабына қанағаттанған емес, көңіл толатындай жауап емес. Керек болатын болса, еңбек инспекторы бүгінде облыстың қабылдап, арыз талабымен бүгіндегі бірлесіп ой дүниесін дұрыстап жеткізе алса, мен жеткіздім оларға. Мен облыс әкім Дархан Сатыбалдың приемында 5 рет болдым. 5 рет. 5 рет задание беріп соларға. Ана Абдуллаев дейтін бастығы бар олар, қазір замда жүріп. Ол да қарап не алды? Сотқа бер дейді. Сотқа. Менде записте бар, мынада записке басып алған бәрінде баса бер деді. Мен айттым ол қазір одан толық жоқ бәге. Мен айтып отырмын ғой, бұл трудовой инспектордан. Қазір олар сол ответті береді. 10 жыл, 11 жыл не беріп жатыр? Решение суда шықты болды деп. Ана жерде мен акцияларым туралы, подделка документ туралы ештеңе сөз жоқ. Мен ол кісіге айттым, сіздің дивиденд аламай айтқанда акция. Қалған мәселелердің барлығын ол жоқтың кезде немесе өтінішті толыққан түсіндіріп айтады. Айтам. Мен бұл кісіге солай айттым, жеткіздім. Потому что ана күндері сапарда болып, кейін бұл кісі дайын бірлесіп жұмыс жасауға, өзім қадағалаймын ары қарай деп. Фахриддин танысаңыз керек? Танымаймын мен. Былай қылайық та, ол өтініш жазғанда толық жоқ та, лажы болса мені қабылдасын, мен документтерімді апарайын. Нұреке, сіздің сөзіңізді жауапқа тиіп қоя алмайды. Сіз өтініш жазуыңыз керек, и сол өтінішіңізбен жібер, и оны кейін барып қабылдау керек. Сіз қазір барасыз, сіз 2 сағат тыңдайды, өтінішіңізді жазып ол тіркемейінше отырып сөйлесіп қайтасыз.
тағы 15 жыл 100, тағы да 15 жоқ жыл. мен жазып жатырмын ғой. Жоқ, сол мен бұл кісі жақында 4 ай 5 ай болды. Сол Түркістан облысы, Шымкент қаласы екеуін еңбек инспекциясы жөніндегі министрліктің өкілі болды. Бұл енді тағайындады. Әйтпесе соға дейін 2 сазып парламентте депутат болды. Жолдардың барлығы бүгіндегі не білет, соған байланысты бірінші жазу керек. Жазу керек болса жазамын ғой. Просто мен не қылып жатқаным 15 жылдан бері мысалы қанша организация бар. Мысалда мына ассамблея бар, андай халыққа қоғам көмектесетін не бар. Біреуді көмектесіп жатыр жоқ қой. Любой жерге барып жазасын, Кентау қаласының решениесі шықты дейді, болды. Болды. Акция туралы ештеңе жазбайды. Мен хотя бы мен акция туралы жазып жатырмын ғой. Ол жерде ертең түсіндіріп айтып береді, бүгінше. Жоқ, заявлениеде бар ғой. Кеше последний раз был у Акима области Дархан Сатыбалов 19 декабря, да? Ол жерде де жазғанмын акция туралы. Бірінші болып. Жоқ. Акция туралы дивиденд. Все зависит от того, өтінішті қалай жазғанға байланысты. Сіз бүгіндегі 10 мәселені жазғаннан сіз алдыңыз дұрыс. Келесі хатта алдыңғы хаттағы мына мәселе бүгіндегі оған жауап бердіңіз, рахмет. Алайда мына мәселелер қалып кетті деп тағы да ол одно и то же бір рет көшіріп қайта жібере беру емес. Жоқ, көшіріп. Мысалы сіздің хаттарыңызда онда толыққанда танысқан жоқпын ғой. Алайда именно сонымен танысып жұмыс жасайтын еңбек инспекциясы. Онан кейін Еңбек инспекциясының бастығы айтты, видеосы бар менде. Біз заводты тексере алмаймыз деді. Не имеем права деді. Ол сізге айтты. Жоқ, видеода жаңа. Видео. Жазылған, бірақ жоқ жазылғаны. Мен сізге не айтамын? Жазылған жоқ.